Алматы облысында топырақ көшкіні қаупі жоғары аймақтардан үй салып алғандардың саны мыңдаған. Алайда қауіп-қатерге қарамастан баспана тұрғызуға рұқсатты оларға кім бергені әзірге басы ашық сұрақ болып отыр. Мамандар тау етегіне үй салудың адам өміріне қауіпті екенін ескертеді. Топырақтың өзін қараңыздаршы, қыс болған жағдайда қар еріп, су төбеден аққан көп ағыстар болады. Сол кезде біздерде халықтарда көбінесе мынау сияқты соғылған үйлерге профилактикалық жұмыстар жүргізіледі көбінесе постоянно. Негізі бұндай жерлерге үй соғылуға болмайды. Осындай топырақ көшкінінің астында қалған бірқатар үйдің қабырғасы қақырап, су құбырлары бүлінген. Талғар ауданы әкімдігі тау етегінде осыдан 2 жыл бұрын мүлде коттедждер болмаған дейді. Алайда көшкіннен қорғайтын биіктігі 4 метрлік дуал тұрғызылғалы, мұндай үйлер жаңбырдан кейінгі саңырауқұлақтар секілді қаптап кеткен. Бірақ соның өзі табиғатқа тосқауыл бола алмай тұр. Осындай жағдай қайталанбас үшін Наурызбай ауданының мамандары қаупі жоғары аймақтарда үнемі бақылау жұмыстарын жүргізеді. Таулы аймақ болған мынандай үйлер көп. Қазір мынаның өзін қарасаңыздар, анау қар судың жауына байланысты, анау жер бері қалай жылжып жатыр. Бұл жерге негізі нығайту жұмыстары жүргізілу керек. Сол кезде ғана рұқсат беріледі. Қазір біз бұл жерлерге барлығына профилактический работа жүргізіп жатырық. Негізінде осылай болмайды деп. Бізде учет бойынша Наурызбай ауданында қазір бұндай 13 участок бар. Қазір тағы да жаңадан қарастырылып, жаңа үйлер табылып, онда паспорттарын жасап жатырық. Талғар ауданының Бесағаш ауылында тұратын Бақыт Орынтайқызы көшкіннен келген қауіпті қорқынышпен еске алады. Оның айтуынша топырақ көшкіні етектегі тұрғын үйлердің біразын қиратып кеткен. Мына жерде диванда. Енді сол кеше күйеу бала қайтыс болып келмей қалды. Сонымен таңертең жер сілкінді деймін. Сондай болған ба? Немене мындан айту мен жоқ болдым, ана жақта қалып қонып кеттім. Содан айту Құдай сақтады, не осындай болса, мына терезе опырылыпты, мына есікті жұлып әкетті. Ана лестницаның төңірегінде терезе бар, соны да жұлып әкетті. Атап мына нелері мықты көрінеді ана.